Мемлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев 2020 жылғы жолдауында аңсаған сәби бағдарламасын жариялап, экстракорпоралдық ұрықтандыруға квота санын 7 есеге көбейтіп, 7 мыңға жеткізуді тапсырған. Бүгінде еліміздің 9 өңірінде 19 медициналық ұйым экстракорпоралдық ұрықтандыру қызметін ұсынады. Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде аңсаған сәби бағдарламасы және сіздермен бірге мен Айолым Берікболқызы. Бүгінгі бағдарламаның тақырыбы ерлер донорлығына сұраныс. 32 жастағы ерлі зайыптылар өзіне донорлық жаңағы аталық клетка мен аналық клетканы алып салдырып, бала дүниеге бала алып келген кезде, ол шәуеттің 33 жыл қатырылып тұрғаны белгілі болған. Сол кезде сенсация болып шықты, ол журналдарға, газеттерге өзінен бір жас үлкен бала дүниеге алып келді деген үлкен сенсационный бір қызықты оқиға болған. Ләззат ханым, қазіргі таңда жалғыз басты қыз-келіншектеріміз көбейіп келе жатыр, соның себебін айтып берсеңіз. Көбінесе олар айтады, жақсы жігіт кездеспейді деп. Бір жағынан жастары кетіп баратыр. Содан кейін олар енді ертеңгі болашақта жалғыз бас қалмау үшін әрине балалы болсын деп армандайды. Сол себеппен көбінесе келеді бізге. Ең көбісі инфекциялар жынысқа қатынас ол хламидия әрине, ВИЧ, сифилис деген аты, гепатиттері ең көбісі сол болып тұр. Әуелі бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Медицина ғылымдарының кандидаты Ләззат Амангелдіқызы, репродуктивті медицина институтының репродуктолог дәрігері Тимур Андреевич және репродуктивті медицина институтының уролог-андролог дәрігері Эрик Кайпергенұлы. Бүгінгі бағдарламамызға қош келдіңіздер. Ерік мырза, қазіргі таңда ерлер донорлығына сұраныс көп пе? Әрине, бұрынғымен салыстырғанда қазіргі таңда сұраныс өте көп. Сол көптігіне байланысты біздің орталықта криобанк ұйымдастырылған. Ер азаматтарымыздың шәуетінде өзіндік сперматозоидтары табылмаған жағдайда біз осы донорлық материалды ұсынамыз. Және де жалғыз басты аналарға осы донорлық материалды ұсынамыз. Ал Ләззат ханым, осындай емдеушілеріңіз жиі кездесіп тұра ма қазіргі таңда? Ондай емдеушілер кездесіп жатыр, себебі жалғыз басты әйелдер көбейіп жатыр өкінішке қарай, және ер кісілердің бедеулігі де өсіп жатыр. 50% деп айтқандай, сол кезде де пайдаланады. Содан кейін біз ондай банк біздің центрде бар, мысалы, олар таңдай алады. Тимур Андреевич, заңды түрде донорлық аталық ұрықты қалай таңдайды? Заң түрінде әрине бірінші біз медицина көрсеткіші бойынша біз оны дәлелдейміз. Ер азаматтардың ұрықтары жоқ екен, әдісі беріп, оны қолдануға рұқсат береміз. Таңдалған соңынан науқас, мысалы біздің менеджер дейміз, соған барып донорлық таңдауға болады. Оның түрін бәрі жазылып түрінде айтылады. Ұлты, бойы, салмағы, шашының түсі, әрбір адам донор бола алмайды. Заңды түрде 18-35 жасы аралығында кісі дене сау, генетика бойынша таза болу керек. Тек қана тапсырған уақыттарыңызға осы шәуеті жарты жыл карантинде тұрады. Карантин болған соңына бүкіл инфекциялар тексергенде біз оны қолдануға шақырамыз. Осы жерде сұрақ қойғым келіп отыр. 6 ай неге карантинде тұрады ол? Өйткені кейбір инфекциялар, жынысқа қатынас арқылы тарайтын инфекциялар периоды бар, былай айтқанша. Қай уақытта олар көрсеткіштер өзін көрсете алады. Сол жарты жылдың ішінде біз оны тексертеміз, ол карантинде тұр. Қайтадан аштырамыз, егер осы табылмаса, біз онда донорлық биоматериалды қолдануға рұқсатпыз. Қандай инфекциялар тапсыртасыз? Ең көбісі инфекциялар жынысқа қатынас ол хламидия әрине, ВИЧ, реакция бастырманы біздің көрсеткіші ол сифилис деген аты, гепатиттері ең көбісі сол болып тұр. Ләззат ханым,
қабылдауыңызға келген емдеушілер қалай таңдайды оны? Қай жерге бару керек? Өздеріңізде заңгерлер осы криобанкпен айналысады, е? Біз оларды жібереміз біздің заңгерлерге. Олар мысалы 3 күннің ішінде мысалы оларға пароль беріледі, олар үйде отырып интернет арқылы соны пайдаланып асықпай таңдай алады. Содан кейін резервке қояды. Сол шауқатты мысалы кейін қашан керек болады ала алады да мысалы пайдаланады. Яғни әр емделуші өзі сайт арқылы қарайды ма? Сайт арқылы, иә. Ал түрін көре ала ма бұл донордың? Жоқ, олар көбінесе бала кезіндегі суреттері болады, немесе суретсіз болуы мүмкін. Ол байланысты донорларға. Ал егер руы қажет болса, ондай ақпарат болады ма анкетасында? Руы көбінесе жазылады, иә. Ерік мырза, ал донорлық аталық ұрықты кімдер осы донорға бола алады? Кімдер лайықты донорға? Ер азаматтарымыз 18-35 жас аралығындағы ер азаматтарымыз бола алады. Екінші критерий ол міндетті түрде дені сау болу керек, ешқандай хронический заболеваниялар болмау керек, және психологиялық тұрғыдан да, генетикалық тұрғыдан да барлық жағынан сау болу керек. Ал баласының болуы міндетті ме? Баласының болуы міндетті емес қазіргі таңда. Бірақ баяғымен салыстырғанда, баяғыда міндетті түрде баласының болуы, екінші жұбының рұқсаты барлық керек болған. Қазір бізде бұл критерийлерді қысқартып, бойдақ жігіттер де, үйленбеген жігіттер де ол донор бола алады. Психикалық және физикалық денсаулығы дұрыс кез келген ер адам донор бола алады. Оның ұлты кез келген болуы мүмкін. Қалыпты органометриялық және фенотиптік белгілері бойынша ауытқулары болмауы қажет. Донор болу жасырын болып табылады. Емдеушілерге тек қана талдау нәтижелері мен фенотиптік белгілері көрсетіледі. Сәйкестендіруші деректер берілмейді. Яғни донорларға сыйақы беріледі ме? Міндетті түрде беріледі, иә. Ол қаншалықты берілетіні біздің сайтымызда және де жаңағы заңгерлерімізбен сөйлесіп арқылы білуге болады. Ол жабық информация емес, бірақ біз енді осында айтпақ қойық. Екіншіден, ол ер азаматтарымызға критерий өте қатаң. Оны өйткені біз өзіміз тексереміз, бүкіл инфекцияларын қараймыз, және де туыла пайда болған ешқандай ақаулықтары жоқ па, бар ма, соны міндетті түрде тексереміз. Өйткені бағана алдыңғы тақырыптарда айтып кеткендей, туыла пайда болған ер азаматтардың жыныс мүшелерінің дамымай қалуы, жыныс мүшелерінің орнына түспей қалуы, сондай ақаулар болса, біз оларға мүмкіндік бермейміз донор болуға. Өйткені ол тұқым қуалауы мүмкін, ертең болашақ балада сондай ақаулар пайда болуы мүмкін. Үшіншіден, міндетті түрде ұрығын қатырып жібіткен кезде ол криотолерантность деп аталады. Сол ұрықтары сол криотолерантқа шыдап беру керек. Мысалы, 100 миллион ұрықты қатырып, ертең күні жібіткен кезде 5 миллион ұрық қалса, ол бізге ешқандай сапалы эконы программасын сапалы түрде бере алмайды. Міндетті түрде сол қатырып жібіткен кезде сол қатырылған ұрықтың жартысынан көбісі тірі шығу керек. Сондай критериймен біз оларды қабылдаймыз. Ләззат ханым, донорлар неше рет осы аталық доноры бола алады? Негізі 10 балалы болса сол бір донордан, кейінгі кезде оны пайдалануға болмайды. Сондай заң түрінде жазылған нәрсе бар. 10-нан аспау керек сонда. 10 мәрте донор бола алады, иә? Бізде, біздің орталықта донор болам деген жігіттер өзінің договоры болады, шартқа қол қояды. Ол шартта міндетті түрде жазылады. Егер ол кісінің, донордың биоматериалы 10 бала дүниеге келген болса, ол кісімен договорды біз тоқтатамыз. Бірақ ол өзі
10 рет тапсыра ма, 20 рет тапсыра ма, 100 рет тапсыра ма, пока 10 бала дүниеге келгенше ол тапсыра береді. Біз тек қана 10 ұрығын қатырып, оны күтіп отырмаймыз. Өйткені программалардың барлығы енді 100% сәтті өтеді деп айта алмаймыз. Сәтсіз программаларда болуы мүмкін, немесе программаны бастап оны аяқталмай қалуы да мүмкін. Жаңағы жүктілік болғанның өзінде ол ертең күні қандай жағдаймен бітетіні белгісіз. Сондықтан донорымыз өзінің кезекті ұрығын тапсыра береді бізге, қатыра береді. Ал біз өз тарапымыздан тек 10 баланың туылғанын күтеміз. 10 бала туылып біткеннен кейін заңды түрде ол донормен біз қоштасамыз. Яғни бұның бәрін қадағалап отыратын статистеріңіз болады ғой? Міндетті түрде заңгерлер, статистер, біздегі заңгерлердегі база, ол енді өте секретный база. Оған даже біздің дәрігерлердің рұқсаты жоқ. Яғни анонимді жүреді. Анонимді жүреді. Және донорлардың аты, жөні, туған жылы ешқандай жазылмайды. Қажет ақпарат ол тек қана жаңа жынысы, жасы, білімі, көзі, шашы, бойы деген сияқты. Емдеушілер білем десе де, ондай ақпаратты сіздер бермейсіздер. Бере алмаймыз. Бере алмайсыз. Бәрі жасырын түрде. Ер адамның фотосы болмайды, әйел адамның фотосы бәрі болады. Әйел адамның өзімен былай да тілдесіп сөйлесуге болады, ал ер адамда ондай болмайды. Тек кішкентай кезіндегі фотосы болады. Кішкентай кезінде қандай болғаны аты жөні жазылмайды, тек кодпен ғана белгіленеді, бірақ бүкіл параметр жазылған: бойы, салмағы, руы, елі, жүзі, жасы, көзінің қара ма, қоңыр ма, көк көз ба, образованиясы қандай оның, қай жерде оқыған деген сияқты бүкіл анкетасы болады. Әрине бізде қазақта жетаты деген бар ғой, сондықтан да сондайға нетіп кетпеу үшін, өзінің бір елден, бір рудан таңдап қалмас үшін, оның бәрі міндетті түрде көрсетіледі, міндетті түрде жазылады. Ал егер өзінің туысы, туысқаны, інісі, бауыры донор бола ала ма? Донор бола алады. Бұл жағдайда да донорлық жалпы донорларға қатысты критерийлер қолданады. 18 жас пен 35 жас арасы. Егер үйленген бала шағасы болса, ол міндетті түрде келіншегінен рұқсат ару арқылы ғана донор бола алады. Міндетті түрде, Міндетті түрде. Ол донорларға да міндетті түрде карантинный срок қолданады, 6 айлық. Жаңағы бүкіл анализдер міндетті түрде тексеріледі. Және әр ұрығын тапсырардың алдында міндетті түрде инфекцияға, ВИЧ, гепатит, сифилистерге тексеріліп тұрады. Міндетті түрде. Ләззат ханым, қазіргі таңда жалғыз басты қыз келіншектеріміз көбейіп келе жатыр, соның себебін айтып берсеңіз. Көбінесе олар айтады, жақсы жігіт кездеспейді деп. Бір жағынан жастары кетіп баратыр. Содан кейін олар енді ертеңгі болашақта жалғыз бас қалмау үшін әрине балалы болсын деп армандайды. Сол себеппен көбінесе келеді бізге. Меня зовут Владимир Ким, мне 30 лет. Я хотел бы хранить свои биоматериалы в криобанке, пока я еще здоров. Я женат, у меня есть 2 детей. И в последующем я хотел бы иметь еще детей. Но кто знает, получится у меня это в будущем, не получится, потому что на это влияют различные факторы, как экология, окружающая среда. Мир не стоит, так сказать, на месте. И я вот хотел бы узнать, как это хранятся, эти биоматериалы, и в течение какого времени они имеют свои свойства. Ерік мырза, қазіргі таңда жас жігіттер де өздерінің материалдарын қатырып қойғысы келеді. Сол неше жылға создыруға болады, қалай жүргізіледі осы әдіс? Бірінші кезекте жігіттеріміз кеңеске келеді. Сол кеңесте барлығын түсіндіріп береміз. Қандай анализдер тапсырылу керек, қандай условия, қандай жағдай жасалған. Және де бұл қатырылған ұрықты ертең күні біз қанша уақыт оны сақтай аламыз. Қатырылған ұрықты біз жылдап сақтай аламыз. Бұл кезекте бір тарихымызда болған, енді Американың тарихында болған история, тарих, әңгіме.
32 жастағы ерлі зайыптылар өзіне донорлық жаңағы аталық клетка мен аналық клетканы алып салдырып, бала дүниеге бала алып келген кезде, ол шәуеттің 33 жыл қатырылып тұрғаны белгілі болған. Сол кезде сенсация болып шықты, ол журналдарға, газеттерге өзінен бір жас үлкен бала дүниеге алып келді деген үлкен сенсационный бір қызықты оқиға болған. Сондықтан қатырылған материалды біз жылдап, 10 жылдап, 20 жылдап, 30 жылдап сақтай бере аламыз. Яғни Тимур Андреевич, қыз келіншектерге де байланысты аналық жасушаларында қатырып қоя алады ғой? Әрине, өйткені ол өте жақсы технология. Өйткені мысалы жас кезімізде көбісі күшін оқуға, немесе жұмысқа бөленіп, өзіңіз былай жақсы профессияны дамыту үшін уақытыңыз келтірмей, болашақта осындай жағдайыңызға карьера қылып деңіз. Өйткені 40-қа келгенде әрине ол түсінеді. Мүмкіндігі аз болуы мүмкін, бала көтеру жақсы, денсаулығын сол үшін бұл орысша айтқанда инвестиция деп айтуыңызға болады. Өзіңіз клеткаларға, болашаққа қатыруыңызға болады. Ләззат ханым, психологиялық тұрғыда ер азаматтар осындай әдісті қалай қабылдайды? Көбінесе олар келіседі, бірақ өздеріне келген кезде, мысалы, жарақат керек кезде олар келіспейді көбінесе. Аналық жасушаларға көбінесе келіседі. Аталық ұрыққа келсек? Аталық ұрыққа өте сирек кездеседі. Әбден жағдай жоқ болған кезде, басқа вариант жоқ болған кезде ғана. Яғни уақыт созып, 20 жыл деңіз. Сондайға. Көбінесе енді өздердің інілерін, тұсқандарын пайдалануға болады бұндай кезде. Тіпті болмаса әрине олар донорлық аталық ұрықталып. Донорлық аталық ұрықтан туылған сәбиден бас тартып жатқан кездері кездесе ме? Жоқ, ондай кездеспейді. Себебі елдер оны істегеннен кейін түсінеді ғой, қандай қадам жасап жатыр, қандай жауапкершілік оларға түседі. Содан кейін ондай менің практикамда вообще кездеспеген. Ол бала дүниеге келгеннен кейін ол өзінің баласы болып есептеледі негізі. Ешкім бас тартпайды. Тимур Андреевич, ал қаншалықты дұрыс жалғыз басты қыз келіншектеріміздің донорды алып сәби жасауы? Былай айтқанша, ол негізгі екі жолымыз бар. Әрине, медицина жағынан, мен дәрігер ретінде қарағанда, әрине бәріңізге көмектесім келіп тұр. Бірақ енді отбасының институты көтеру үшін әрине жақсы, толық отбасыны құру керек деп ойлаймын. Әрине, бірақ заңды түрінде ол орысша айтқанда это ее право дейміз солай. Әр әйел ана болуға лайықты дейсіз ғой? Соны айтайын деп еді. Ал екінші жағы? Екінші жағы медицина жағынан айтып отырмын. Көмектесу керек, бала көтеру керек, өткені жас кетіп баратыр осындай жағдайымызға. Ал сәби жағынан қарастырсақ, әкесіз өскен сәби қаншалықты? Айтып отырмын мен сол, отбасы институты көтеру үшін жақсы, толық отбасы, бала осы жақсы отбасына келу керек деп ойлаймын. Өйткені болашақта әр ата-аналар өзін былай айтқанша жолын, күшін береді ғой. Мамасы да береді, әкесі де береді болашақта. Яғни дүниеге келген әр баланың ата-анасы болғаны дұрыс қой. Әрине. Бірақ әр әйел ана болуға лайықты деп сіздер дәрігер ретінде көмектесуге тырысасыздар. Солай ғой. Ерік мырза, ал егер осындай донорларды бірнеше жыл сақтап, кейін өз еркімен жоюға құқығы бар ма? Жоқ, егер біздің криобанкқа донор болса, ол тек қана біз бастапқыда құрылған шартпен ғана жұмыс істейді. Ол өз еркімен оны жоюға, күшін жоюға ешқандай құқылы емес. Яғни донорлар тапсырған шәуетіне келіп жоюға тапсырыс бере алмайды. Тапсырыс бере алмайды. Ал егер біреудің жеке доноры болса, мысалы, ол міндетті түрде әрине кез келген уақытта қаламаса, ол қатырған материалын жойып тастауға құқығы бар. Азоспермияның өзі үлкен ауыр диагноз болғандықтан,
біз бастапқыда бүкіл мүмкіншілікті, мысалы терапия жағынан, консервативный терапия жағынан және оперативный терапия жағынан барлығын түсіндіреміз. Барлық этаптан өтеді. Соңында жаңағы микротеза арқылы аталық бездің ішінен сперматозоидты іздеуге келген кезде біз ол кісілердің өздеріне выбор қоямыз. Жаңағы егер шығып жатса, өзіңнің ұрығымен эко жасалып, ертең өзіңнің балаңды сүюге болады деген. Егер шықпай қалған жағдайда әйеліңнің жағдайын ойлап, сол кісі аяқ ауыр болып, ана бақытына ие болу мақсатында донорлық шәуетті біз донорлық материалды ұсынамыз. Сол тарапта ерлі зайыптылар өздері өзара келісіп, сөйлесіп, жаңағы бүкіл ем, домды барлығын көргеннен кейін, көздері жеткеннен кейін, жаңағы донорлықты алуға келген кезде уже психологиялық жағынан да бізге оңай, және материалдық жағынан да бізге оңай түседі. Жаңа ер азаматтарға донорларды ұсынған кезде. Сондықтан біздің клиникада бұл мәселеге өте терең қараймыз. Психологтарымыз жұмыс істейді. Даже эконың алдында эконың мектебі деген бар тақырыптар. Мамандар әр отбасына, әр отбасының мүшесінің міндеттерін түсіндіріп береді. Сол отбасындағы мүшелердің міндеттерін қай уақытқа дейін алып жүретіндерін барлығын түсіндіріп береді. Тек қана жаңағы әйелінің аяғы ауыр болып, ол 9 ай көтеріп жаңа туа салу емес, оны 18 жасына дейін толық қанды балаға білімін беріп, бүкіл энергиясын беріп, күшін беріп, жетілдіру біздің эко мектептерінде айтылып өтіледі осының барлығы. Біздің студияға келгендеріңізге көп рахмет. Бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.